Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бүгін мен Френзи достар. Бүгін видеода біз ютуберлердің айдилерін жазып сеттеріне баға беретін боламыз. Ал сіздер босқа ұтпай тіреліп кетіңіздер. Мен қолдап жатқан қазақ, қарақалпақ, өзбек бауырларыма рахмет. Ал кеттік видеоға. Біз қазір, Zefrix'тің бұрынғы аккаунтын көретін боламыз. Бұл аккаунтты, біреуге берген, Злая деген бір қызға берген болатын. Потом бұл аккаунтты көп ойнамай тастап кеткен. Мынандай аккаунтты қалай тастауға болады достар, қараңдар. 6087 лайкі бар, 68-ші уровень. Пропустарды алған, өте кереметте аккаунт, база жоқ. Мынандай аккаунтты тастаған адамға айтар сөзім жоқ. Енді кезекте бізде аккаунтымыз Ероханның аккаунты, өздерің білетіндей СНГ-да жақсы ойнайтын скилловый өзіміздің Қазақстан ютуберлерінің бірі. Сетінің өзі топ, штаны ангеламен 10 деген балл берем. 70-ші уровень, 71-ші уровень, то есть 14.000 лайгі бар екен. Аристократ деген гильдия. Пропустарын бәрін алған, тек біреуін ғана алмаған екен. Осындай заттар бар екен. Аккаунты өте топ, қазір ойнамай жүрген сияқты. Былай қарасам золото мен сереброға қарасам. Келесі ютуберге кеттік. Енді бұл аккаунт біздің өздеріңіз білетін Адаес деген палуанның аккаунты. Гильдиясы кейін KZ. Тағы 72-ші уровень, 19.588 лайк бар екен. Осындай заттар бар, стрим галочкасы бар, штаны ангела бар, сеті өте топ, 10-нан 10 деген бал берем. Гильдиясында Дамир лидер екен, кейін қызы Дамир топ. Осындай мастердің 3-ші звездасында екен, осынша рет мастерге жеткен, экспертке бір-ақ рет жеткен екен. Осындай аккаунт, осындай сетпен тұр, осындай жанында питонесі қоса. Ал енді келесісіне кеттік. Енді біздің қазір соңғы көретін аккаунтымыз нағыз патшасының аккаунты. Көзір деген гильдияның лидері, өзіміздің білетін Досымжан деген ютубер. Қолына қарасақ UMP ұстап тұр екен, және сеті өте топ. Гильдиясы қазір Republic, өзі лидер екен. 3 лям очкосы бар, бүкіл пропусты қалдырмай алған. Аккаунты өте топ, сетіне 10-нан 10 деген бал берем. Осындай заттармен бар екен. Экспертке бір рет жеткен, көп рет жетсаптың мастерге қазір алмаз бір екен. Рангтан да рейтингтан да мастерге бір рет жетті. Сеттер ұнаған болса арнаға тіркеліп кетіңіздер. Ал келесі контенттер қандай контенттер сен комментарияға жазып кетіңіздер. Ал всем давайте удачи.